Хайлет Хусейни Батпарау қуған бала. 4-ші тарау. Әкем 1933 жылы дүниеге келген. Сол жылы Захир патшаның Ауғанстанға 40 жылға ұласқан үстемдігі басталған. Әне, сол жылы маңызды тайпаның ұрпағы саналатын патша тұқымдары Кабулдық ағайынды екеу әкелерінің Форд маркалы жеңіл көлігімен құйғытып келеді. Наша тұтынған, француздың жүзім шарабын ішкен, көңілдері масаң һәм көтеріңкі еді. Олар келе жатып, Багманға барар жолда ерлі-зайыпты екі хазарды қағып өлтіреді. Сақшылар желіккен бұл екі жасы ұстап алып, қаза болғандардың артынан қалған екі жетім баланы ертіп, сол баланың атасына барады. Ол баланың атасы елге танымал судья екен. Ағайынды екеуіне тергеу жүргізіп, істің жағдайын білген соң, әкелерінің жалынғанына да мойын бұрмай, екеуін Кандагарға жер аудару, 1 жыл әскери сүргінде болу үкімін шығарады. Ең алғашында екі қылмыскердің отбасындағылар бұл жазаны қалай жеңілдетудің жолын таппай дағдарды. Әкелері араша түсіп, ақтауға құлшынғанымен еш нәтиже болмады. Сонымен бәрі бұл жазаның қатаң болғанымен әділетсіз шешім деп қараған жоқ. Ал жетім қалған баланың атасы өзі асырап алыпты. Қызметшісіне көз құлақ болуды тапсырғанымен басынан құс ұшырмай өсіріпті. Сондағы жетім бала осы Әли екен. Әли мен әкем бірге өскен. Хасен екеуміз секілді тел қозыдай болып қатар ер жетіпті. Әлидің сал ауруына душар болғанға дейін олар әр күні бірге ойнап, жақсы дос болыпты. Әкем бізге Әли екеуінің бала кезіндегі істеген бұзақылықтарын әңгімелеп берсе, Әли басын шайқап, «Төрем, сол істерді кім ұйымдастыратын, кім зиян шегетініне дейін айтыңызшы», деуші еді. Сонда әкем қарқылдап күліп, Әлиді құшақтайтын. Бірақ әкем осы әңгімелерді айтып отырғанда, Әлиді оның досы деп ешкім ойламайтын. Мен де Хасенді дос санатына қосқан емеспін. Әдеттегі достар есебінде ол жоқ еді. Ол екеуміз қолымызды жіберіп, велосипед айдауды үйреніп жүргенде болсын, қағаз жәшіктен фотоаппарат жасағанда да болсын, қыс бойы бірге батпырау ұшырып жүргенде болсын, достық туралы ойлаған емеспін. Бұл істерге еш қатысы болмаса да, тарихтың өзгере қоюы екі талай. Дінде солай. Қалай дегенмен мен пуштунмын, ал ол хазар текті. Мен сүннейтпін, ол шиит. Бірақ бұларды ештеңеде өзгерте алмайды. Ештеңеде. Бірақ біз бірге қадам басып, тел қозыдай боп қатар өстік. Бұны да ешбір тарих, нәсіл, қоғам, дін өзгерте алмақ емес. 12 жасқа келгенше мен Хасенмен бірге ойнап жүрдім. Кейде менің бүкіл балалығым Хасенмен бірге өткен сияқты сезіледі. Шіліңгір ыстықта екеуміз біздің үйдің ауласында, самсаған жапырақты ағаштар арасында жасырын бақ, соқыр теке, сақшы мен қарақшы, сиыршы мен үндіс болып ойнадық. Бала арасының ұясын жұлып алып, жіпке байлап, енді ұша бергенде қайта тартқылап ойнадық. Бұл ойынымыз көңілімізді көтеретін еді. Кейбір кезде біз көшпенділердің артынан жүріп қуалаймыз. Олар Кабул жақтан терістіктік тауларға қарай көшіп бара жатады. Үй маңынан көш керуенінің дыбысын, қой ешкілердің маңырағаны мен түйелердің қоңырау сыңғырын естігенде сыртқа атып шығып, салтанатты көшті өз көзімізбен тамашалаймыз. Еркектерінің үсті басы шаңнан көрінбейді. Жүздері кісі танымастай. Ал әйелдері үстеріне түрлі түсті желек жамылып, мойнына лағыл білегі мен тобығына күмістен әшекей білезік тағыпты. Біз олардың қой ешкісін таспен атқылап, қашырлана су шашатынбыз. Мен Хасенді әйелін қорғаны жаққа барып, олардың түйелерін таспен атқылауға қайрадым. Ол екеуміз тұңғыш рет батыс киносын
бірге көрдік. Атап айтсақ, мен үнемі баратын кітап дүкенінің әріректегі кинотеатр саябағынан Джон Уэйннің киносын тамашаладық. Әне, сол уақытта әкеме мені Иранға ертіп баршы деп өтініш айтқаным есімде. Егер барсам, сол жерден аталмыш киноны көре аламын деп қиялдадым. Бұл өтінішімді естіген әкем көзінен жасын аққанша күлді. Іле-шала киноға дыбыс беріп, жасаудың қандай болатынын айтты. Сол сәтте Хасен екеуміз таңғалғанымызды жасыра алмай, таң-тамаша болдық та қалдық. Таңғаларлығы, Джон Уэйн баршыша сөйлемепті. Өзі де ирандық емес, америкалық актер екен. Ол ұзын шаш қойып, алабажақ киініп, Кабул көшелерінің шаңын қағып жүрген өзіміздің қыз-жігіттер сияқты біреу болып шықты. Біз оның киносын 3 рет көрдік. Сол кездегі батыс киноларының ішіндегі бізге ерекше ұнағаны «Жеті жау жүрек» атты кино болды. Біз бұны жалықпай 13 рет көріп шықтық. Әр көрген сайын киноның соңындағы эпизодтағы мексикалық балалардың Чарльз Бронсонның жерлеген сәтін көріп, өксік атып жылаймыз. Өкініштісі, ол да ирандық емес еді. Кинодан шыққан соң, Кабулдың жаңа шағын аудандағы бөгде иіске толы базарды аралаймыз. Жергілікті жұрт Шарино деп атайтын бұл жер Акбархан уәзір ауданының батыс жағында еді. Ығы-жығы адамдардың арасында жүрсек те, әлгінде көрген кино жөнінде әңгімелесеміз. Ұсақ саудагерлер мен қайыршыларға толы тар көшеде өтіп, әр апта сайын әкем беретін 10 афганиге жылы кола, тәтті су және жеміс сатып алатынбыз. Оқып жүрген кезімізде әр күніміз жоспарлы өтетін. Мен орнынан есінен тұрып, жуынуға барамын. Ал Хасен әкесімен бірге ерте тұрып, ғұсыл алып, намазын өтеп, маған таңғы ас дайындауға көмектесетін. Мен жуынып болғанша, ол шақпақ қант қосылған қара шай, тосап жағылған нан дайын болады. Таңғы асты жей отырып, мен үй тапсырмасын айтып, жағым тынбайды. Ал Хасен төсегімді реттеп, аяқ киімді мұнтаздай қып майлайды. Мектепке киетін киімімді, дәптер қарындаштарымды дайындап қояды. Кейде оның фойеде киімдерінде үтіктеп жатып, қырылдақ даусымен хазар ән айтып жатқан естіп қаламын. Содан соң әкем екеуміз оның желдей жүйрік қара түсті Форд көлігімен жұртты қызықтыра жолға шығамыз. Жұрттың бұған қызыққаны себебі де бар. Сол кезде теледидардан көрсетіле бастағаннан жарты жыл асқан ерекше жасауыл атты киноның басты рөлінде ойнайтын Стив Маккулиннің көлігі де біздікімен ұқсас еді. Хасен үйде болып, әлиге көмектесіп, үй шаруашылығын істейтін. Киімдерді жуып, едендерді сүртеді. Базардан жаңа піскен нан әкеледі. Сосын кешке асар сүрленген ет дайындап, көгалды суарады. Сабақтан кейін қолыма бір кітап алып, Хасен екеуміз Акбархан уәзір ауданынан біздің үйдің терістігіндегі төбешікке барып жайғасамыз. Сол жердегі төбеде ақтарылған қабірлер бар. Сол қабір арасындағы арықтардың жағасы бұтамен бүргенген аяқ алып жүргісіз, кімдікі екені белгісіз құлыптастар да сонда тізіліп тұрады. Қорымның үлкен қақпасын жауын шайып, әбден тоздырып жіберген. Әппақ тастардан қаланған аласалау қорған түртіп қалсаң, жермен жексен болатындай. Сол қорымның кіреберісінде жалғыз өскен анар ағашына өткен жазда мен Әлиді бәкісімен Әмір мен Хасен Кабул сұлтаны деп өшпестей етіп ойып жазып едім. Осы батырайған жазу бұл ағаштың біздің еншімізге екен айғақтап тұрғандай. Хасен екеуміз мұнда келген сайын оның салалы бұтақтарына асылып, жемісінен ауыз тиіп, қызыл күрең дәнін жеп мәз боламыз. Тояттап болған соң, мен қолымды көк шөппен сүртіп, Хасенге кітап оқып беремін. Ол кеңеске қатысып отырған қариядай малдас құрып отырып, кітапты
ыждахатпен тыңдайды. Бала жүзіне күн сәулесімен анар жапырақтарының тынымсыз көлеңкесі сағыммен түсіреді. Ат танымайтын Хасенге кітапты жазылған әңгімелерді оқып берген сайын, оның көңілі өрекпеп, айналасындағы шөптерді жұлғыштап отырады. Ол жігіт болғанда, әкесі Әли және басқа хазарлар сияқты хас надандықтардың бір болары даусыз еді. Былайша айтқанда, оның шешесі Санауыр оған жүкті болған кезде бастап оның пешенесіне надандық жазылған деуге болады. Шынында, қатардағы қара табан құлға хат танып, сауат ашудың не қажеті бар? Өзі оқи алмаса да, ол осынау сырлы әріптерге көзін қадап, оған құмартудан жалыққан емес. Оған таңғажайып болып көрінетін осы жұмбақ дүние оны әр сәт сайын өзіне тарта береді. Мен оған жалықпай өлеңдер мен әңгімелерді оқып беремін. Кейде жұмбақтарды да қалшы бермеймін. Бірақ кейін келе жұмбақтарды оқып бермейтін болып алдым. Себебі зерек Хасен небір қиын жұмбақтарды менен көрі тез шеше алатын болды. Сол үшін оған тайталасқан арзымайтын дүниелерді, мысалы, Аңқау Қожа Насыр және оның есегі деген сияқты ертегілерді оқып беремін. Ол екеуміз ағаш саясында бірнеше сағат бойы отырамыз. Күн ұясына кіріп, ымырт үйіргенге дейін Хасен тағы бір-екі әңгіме оқышы деп өтінеді. Оқыған кітап оқып отырғанда ол түсінбейтін сөздер болса қуанатынмын. Себебі оның сауатсыздығы үшін оны тәрк етуіме мүмкіндік табылады ғой. Бір күні Қожа Насырдың әңгімелерінің ішінен бір сөзді түсінбей, мені тоқтатып, оның мағынасын сұрады. Қай сөзді айтасың? Сарамас деген сөзді айтып отырмын. Соны да білмейсің бе? Деп оны келіге қылдым. Білмейді екенмін, әмір төре, деді ол. Бұл көп қолданылатын сөз емес пе? Сонда да мен білмейді екенмін. Айтқандарым оған түрпедей тисе де, ол тайталаспай тыныш отырды. Шынтуайтында біздің мектепте бұл сөзді білмейтін ешкім жоқ шығар. Сарамас дегеннің мағынасы зерек, алғыр деген сөз. Толық түсінудің үшін сөйлем құрап берейін. Мысалы, кітап оқып отырып, сөз үйрену тұрғысынан келгенде, Хасен өте сарамас. Деді ол басын изеп. Осы қылығым үшін мен өзімді ұятты сезініп жүрдім. Ағаттығымның орнын толтыру үшін оған ескі жейделерім мен ойыншықтарымды бердім. Мұндай маңызсыз ағаттығым үшін осыншама төлем бергенім әбестік емес дедім, өз-өзіме күбірлеп. Хасен Парсының ежелгі батырлары суреттелетін 20 ғасырдағы тарихи дастан Шахнаманы жақсы көруші еді. Ол бұл кітапты өте жақсы көретін. Ол шығармаларға көптеп көрген патша. Ол шығармадағы көпті көрген патша Ферудин, Зал, Урдабені ұнататын. Бірақ ол екеумізде Рүстем мен Соқырап хикаясында қатты берілуші едік. Ол хикаятты жаужүрек батыр Рүстем мен оның желден жүйрік тұлпары татымды суреттеледі. Рүстем қарсыласа Соқырапты ойсырата жеңеді. Ал шындығында ол өзінің сан жылдар бойы Сергелденге түскен туған баласы болып шығады.